Күйеуінің қолы тиіп кеткен еді. Бұрынғы сезіммен қосылып тұрмысқа шыққан көңілінде содан кейін оған деген пайда болған өкпе ме, реніш пе, әйтеуір бірдеңе бұрынғы оған арнаған жүрегіндегі сүйіспеншілік сезімімен бірге ішкі сарайында бірін-бірі жеңе алмай итжығыс түсіп алмасып келді де отырды. Айдын-ау Айдын, мына көйлекті киіп көрші, саған алып едім, кәне. Дұрыс алған екем ғой. Мә, керемет жарасып тұр екен. Тура бір көйлектің жарнамасындағы жігіттердей болдың да қалдың. Қолың сынғыр, қолың сынғыр. Мен ұрған қолың сынып қалмайды-ау сенің. Қолың сынып, көйлектің жеңі салбырап тұрса, жақсы олар еді. Айдын-ау Айдын, ертең Жұмабектер қарындасын ұзатқалы жатқан жоқ па? Осы көйлекті сол кезде киіп барасың ғой. Шарасымды болып барғаның өзіңе де жақсы ғой. Ұрғаны есіне түсіп кеткен ол. Сені кім шақырғалы жатыр соған? Тек мен жүргесін шығар қасыңда. Айдын-ау Айдын, ертең Жұмабектің үйіне барғанда, ой, інішектер шығады ғой алдыңнан. Айеке, ассалаумағалейкум, айеке, ассалаумағалейкум деп. Сыйлағаны ғой енді. Інішектер қайтсын, ағады сыйлап тұрғаны ғой. Ұрғаны есіне түсіп кеткен келіншек. Сені қайбір сыйлайын деп сыйлап жатыр дейсің солар. 50 грамм ішкеннен кейін інішек не, әлдеқандай болып қалдың ба? Бағана неге амандаспайсың ағаңа? Деп отырғызбайсың ғой сен. Айдын-ау Айдын, ертең туған күннің екенін өзің ұмытып қалған жоқсың ба? Мен кішкене дайындық жасап алайыншы. Әуелі мына жерді жинап алайын. Сайдың папаға баршы. Жүгіріп папаға бар. Айдын өзіңе шақыршы Сайдынды. Ұрғаны есіне түсіп кетіп. Топас сол. Сайдын деген аттың біздің тілімізде не мән мағынасы бар десе, түсінетін беді бұл. Бұған тек өзің атын ұқсасып тұрса, болды әйтеуір. Айдын-ау Айдын, осы Сайдынды қыздар айтады ғой. Мә, папасының маумай қалған-ау, қалай ұқсап қалған деп. Ұрғаны есіне түсіп кетіп. Саған ит ұқсасын, саған көшедегі иттің ұқсап тұрғаны жақсы еді. Айдын-ау Айдын, ертең алдымен Қайдын мен Пайдын келіп құттықтайтын шығар. Сол екі қайным бауырмал осы, жылдағы әдеттері ғой. Құлқын сәріден келіп. Ассаламағалейкум, Айдын аға. Ассаламағалейкум, Айдын аға. Туған күніңіз құтты болсын, Айдын аға деп, өздері кіріп құттықтап кететіндері. Ұрғаны есіне түсіп кетіп. Құдай сақтасын, қалай қойған аттар десейші. Айдынның Айдын дейік. Ал Қайдын Пайдын деген сөздердің бізше не мағынасы бар? Бұларға әйтеуір ұйқасы келе берсе болды екен ғой. Айдын-ау Айдын, осы Қайдын үйленгісі келіп жүр-ау деймін. Негізі үйленгісі келеді. Ашып айтпайды сөзін. Сонда да сеземін ғой, жеңге емеспін бе енді. Бірақ біздің Қайдын қызға өте қатты қарайды ғой. Қатты сынайды қыздарды. Ұрғаны есіне түсіп кетіп. Соған кім тигелі жатыр осы? Өзіне қарап алсыншы әуелі. Мен сияқты соры қайнаған біреу тиейін деп тұрған шығар. Айдын-ау Айдын, бірақ мен де Қайдынға айтамын ғой. Дұрыстап қарап ал жаным. Өмірде бір-ақ рет үйленесің. Қазір неше түрлі қыздар бар. Күйесің, жаға алмай тұрған қыздар бар. Деп айтып отырамын. Жеңге болғасын жаным ашиды ғой енді. Ұрғаны есіне түсіп кетіп. Қайдынның өзі күйесін жағып жүрмесе десейші, әуелі. Қайдынды көрсе, қыздар 40 шақырымнан айналып қашып жүретін шығар. Айдын-ау Айдын, осы сен Пайдынның ән айтатынына назар аударасың ба? Біздің Пайдынды әнді керемет айтады ғой. Даусы керемет, бірақ қыздарға да айтып отырамын ғой. Менің Пайдын деген әнші қайным бар деп. Қыздарды айтады, өзін бір тыңдап көретін екен. Әр нәрсенің де бір сәті болады ғой деп. Ұрғаны есіне түсіп кетіп. Осыларға өнер қайдан қонып жүр десейші. Өнер дегенде қонбайтын жерге келіп қона береді екен ғой мына өзі. Мынаусының түрі болса мынау. Сайдан, папаңның мойнына мініп алшы. Папаңның мойнына мініп ал. Теп сосын өкшеңмен. Өкпесінің тұсынан тепші.
ішінен. Мә, өзім тепкенде рахаттанып қалдым ғой. Мына байғұс мәз соған, баласының тепкеніне. Менің не ойлап отырғанымды білмейді. Өзіне өзі. Қой, маған не болды осы? Бір рет қолы тепке тиген деп, сонша өкпелегенім несі? Мына байғұстың ойында ештеңе жоқ, мәз болып отыр. Қой, одан да кешірімшіл болайын. Күйеуіне жайдары қалыпта қарап, Айдын-ау Айдын, алдымен жұрттың бәрінен бұрын туған күніңмен өзім құттықтап қояйыншы. Туған күніңмен жаным. Бетіне сүйеді.